Ажырасқанымызға 3 ай ғана болған. Сол күні маған бөгде нөмірден қоңырау келді. Әйелдің даусы қалтырап тұрды. Күйеуің жансақтау бөлімінде жатыр. Қазір 2,5 миллион теңге керек. Мен бір сәт үнсіз қалдым. Сосын күліп жібердім. Және жай ғана сұрадым. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Әңгімені жалғастырмас бұрын, лайк басып, арнаға жазыла кетіңіз. Пікірге өз қалаңызбен дәл қазір сағат неше екенін жазыңыз. Алла жүректеріңізге тыныштық, үйлеріңізге береке, ризықтарыңызға молшылық берсін. Ажырасқанымызға 3 ай ғана өткен. Көктемнің салқын таңы еді. Терезеден Алматының үстіне баяу түсіп тұрған бозғылт жарық көрінетін. Қала оянып келе жатқан. Көшеде көліктердің дыбысы алыстан ғана естілетін. Мен ас үйде үнсіз шай ішіп отырдым. Сол сәтте телефон шырылдады. Бөгде нөмір. Бір сәтке жүрегім шым етті. Ажырасқаннан кейін бөгде нөмірлер әрдайым мазамдалатын. Қолым телефонға баяу созылды. Экранға ұзақ қарадым. Ішімде бір түрлі салқын сезім пайда болды. Дегенмен тұтқаны көтердім. Ай ерім, деді әйел дауысы. Дірілдеп тұр. Дауысы таныс сияқты, бірақ бірден тани алмадым. Ай ерім, тыңдап тұрсың ба? Иә, тыңдап тұрмын, дедім жай ғана. Ернар жансақтау бөлімінде жатыр, деп айқайлады ол. Дауысы үзіліп шықты. Ол өте ауыр хәлде. Дәрігерлер шұғыл ота керек дейді. Ақша керек. Қазір. Дереу. Мен үнсіз қалдым. Терезеге қарадым. Қала баяу қозғалып жатыр. Біреу жүгіріп барады. Біреу аялдамада тұр. Ал менің ішімде бір түрлі тыныштық орнады. Қанша? Деп сұрадым ақырын ғана. 2,5 миллион теңге. Деді ол. Егер қазір әкелмесең, ол өліп кетеді. Сен естіп тұрсың ба? Ол сенің күйеуің ғой. Айт ерім. Осы сөзден кейін ішімде бірдеңе қозғалды. Бірақ ол үрей де емес, қорқыныш та емес еді. Бұл басқа сезім болатын. Көптен бері жиналып қалған ауырлықтың бір сәтте босап шыққандай күйе. Мен еріксіз күлдім. Өзім де күтпеген күлкі. Қатты емес. Мазақтап та емес. Жай ғана жеңіл күлкі. Ұзақ демді ішке тартып, қайта шығарғандай. Трубканың ар жағында тыныштық орнады. Сен неге күліп тұрсың? Деді әйел ашуланып. Бұл не дегенің? Бала өлім аузында жатыр. Мен тағы да терезеге қарадым. Көше бойымен күн сәулесі баяу жылжып келеді. Көгершіндер бір-бірімен таласып жатыр. Қалай өмірін жалғастырып жатыр. Ал менің өмірімде бір кезең әлде қашан аяқталған. Кешіріңіз, дедім жай ғана. Даусым тыныш шықты. Сіз кімсіз? Ол демін ішіне тартып қалды. Даусы бірден өзгерді. Қалай кіммін? Деді ол. Мен оның анасымын. Жанара. Сенің енеңмін. Мен басымда сәл қисайттым. Бұл есімді бұрын 1000 рет естігенмін. Осы дауысты да 1000 рет тыңдағанмын. Бірақ қазір ол бөтен сияқты еді. Жоқ, дедім баяу. Сіз менің енем емессіз. Ай керім, деп айқайлады ол. Сен не айтып тұрсың? Ақылыңнан адастың ба? Біз бір отбасы болдық қой. Сен қалайша бұлай сөйлейсің? Мен тағы да күлдім. Бұл жолы күлкі сәл ұзақтау болды. Бірақ әлі де қатты емес. Ашулы да емес. Жай ғана жеңіл. Біз отбасы болмадық, дедім. Біз ешқашан отбасы болған жоқпыз. Трубканың ар жағында жылағандай дыбыс шықты. Сосын айқай. Сосын тағы да жалыну. Ай ерім, тыңдашы, деді ол даусы қарлығып. Сен анасың ғой. Ол сенің қызыңның әкесі. Егер ол өлсе, ол менің күйеуім емес, дедім сөзім бөліп. Біз ажырастық. 3 ай бұрын. Бірақ ол бәрібір адам ғой. Деді ол.
Қалайша жүрегің тас боп кеткен? Мен ойланып қалдым. Шынымен де, жүрегім тас боп кеткен бе? Әлде ол жүрек көп жыл бұрын-ақ жараланып, енді ғана тыныштық тапқан ба? Жүрегім тас емес, дедім. Ол тек енді ауырмайды. Мен телефонды құлағымнан алыстатып, бір сәт үнсіз тұрдым. Оның даусы әлі де естіліп тұрды. Ол сөйлеп жатты. Айқайлады, жылады, қорқытты, уәде берді. Бәрін қайталай берді. Ал мен тыңдамадым. Телефонды өшірдім. Ас үйде тыныштық орнады. Сағаттың тықылы ғана естіледі. Шай суып кеткен. Мен кружканы қолыма алдым да, бір жұтым іштім. Суық шайдың дәмі таңқаларлықтай жағымды көрінді. Сол сәтте ойыма бір ғана нәрсе келді. Бұл қоңырауға дейін, бұл күлкіге дейін, бұл тыныштыққа дейін, менің өмірімде 5 жыл болды. 5 жыл бойы мен өзімді жоғалттым. 5 жыл бойы мен біреудің ережесімен өмір сүрдім. 5 жыл бойы мен үнсіз болдым. Ал енді бәрі артта қалды. Телефон тағы да шырылдады. Сол нөмір. Мен экранға бір сәт қарап тұрдым да, жауап бермедім. Өткен өмір қайта қоңырау шалып жатты. Ал мен оған енді есік ашқым келмеді. Бірақ бұл әңгіменің бәрі осы қоңыраудан басталған жоқ. Бұл бәрі 5 жыл бұрын басталған еді. Сол кезде мен 25 жаста едім. Сол кезде мен махаббатқа әлі сенетінмін. Ол кезде мен 25 жаста едім. Жас едім. Сенгіш едім. Өмірді кітаптардан, фильмдерден үйренгендей қабылдайтынмын. Махаббат болса, бәрі өздігінен дұрыс болады деп ойлайтынмын. Егер екі адам бір-бірін шын сүйсе, қалғанның бәрі өз орнын табады деп сенетінмін. Мен Алматыда жұмыс істедім. Үлкен сауда желісінде маркетинг бөлімін басқардым. Күн сайын таңертең кеңсеге асығып, кешке шаршап, бірақ өзіме риза болып қайтатынмын. Өз еңбегіммен тапқан ақшам бар еді. Өз пәтерімді жалдап тұрдым. Өз өміріме өзім жауап беретінмін. Ернармен сол кезде таныстым. Ол тыныш сөйледі. Даусы жұмсақ еді. Әр сөзі өлшеніп айтылатын. Көзіме тік қарайтын. Сөйлескенде асықпай тыңдайтын. Маған дәл сондай ер адам керек сияқты көрінді. Сабырлы, сенімді, қасында өзіңді қауіпсіз сезінетіндей. Бірнеше ай кездесіп жүрдік. Ол әрдайым ұқыпты болды. Қымбат сыйлықтар бермесе де, ұсақ түйегіне дейін мән беретін. Жұмыстан кеш шықсам, күтіп алатын. Шаршағанымды көрсе, үндемей шай құйып беретін. Мен оны тағдырдың сыйы деп ойладым. Бір күні ол мені анасымен таныстырды. Жанара Төлеген қызы. Алғаш көргенде ақ оның көзқарасы қатты екені байқалды. Бірақ ол оны жасыра білетін. Сөзі сыпайы. Киімі қымбат. Үйі үлкен. Үстел үстінде бәрі өз орнында. Әр зат мінсіз орналасқан. Айгерім, деді ол сол күні. Сен жақсы қыз екенсің. Тәрбиелі көрінесің. Осы сөз мені қуантты. Бекерге емес екенімді дәлелдегендей болдым. Ернар оның жанында басқаша еді. Сәл тұйық, сәл кішірейіп қалғандай. Ол анасының әр сөзіне құлақ асып, басын изеп отыратын. Мен мұны байқасам да, мән бермедім. Біз үйлендік. Үйлену тойы қарапайым өтті. Жанара Төлеген қызы бәрін өзі ұйымдастырды. Қонақтарды өзі таңдады. Қандай музыка болатынын да өзі шешті. Мен тек күлімдеп отырдым. Сол кезде бұл маған қалыпты көрінді. Үйленгеннен кейін біз оның үйіне көштік. Үлкен үй. 3 қабат. Қала шетіндегі тыныш аудан. Мен үшін бұл жаңа өмірдің басталғандай еді. Алғашқы апталар тыныш өтті. Үйдің 2-ші қабатын жөндеу керек болды. Жанара Төлеген қызы күнде соны айтып жүрді. Жөндеу қымбат нәрсе, дейтін ол шай құйып отырып. Бірге көтеру керек. Отбасы деген сол. Ол сөзді ерекше бір салмақпен айтатын. Отбасы. Бір күні ол маған қарап. Айгерім, деді.
Қазірше бәріміздің ақшамыз бір жерде тұрса ыңғайлырақ болар еді. Мен үйдің шығынын бақылап отырамын. Сен де уайымдамайсың. Эрнар да басын ауыртпайды. Мен ойланып қалдым. Мен өз ақшамды өзім басқаруға үйренгенмін, дедім абайлап. Эрнар сол сәтте қолымды стелдің астынан қатты қысып жіберді. Не болып қалды? Деді ол. Анам саған жамандық ойлап отыр деп ойлайсың ба? Ол біз үшін тырысып жүр ғой. Оның даусы қатқыл шықты. Ал көзінде ашу бар еді. Мен үндемедім. Сол сәтте мен бірінші рет өзімді кінәлі сезіндім. Өз ақшама ие болғым келген үшін. Өз пікірімді айтқым келген үшін. Бір аптадан кейін жалақым Жанара төлеген қызының шотына түсті. Уайымдама, деді ол. Саған күнделікті керек ақшаңды беріп тұрамын. Сол күннен бастап менің өмірім баяу, бірақ анық өзгере бастады. Алдымен бұл ұсақ нәрсе сияқты көрінді. Ақшаны сұрау, чек көрсету, не үшін керек екенін түсіндіру. Мұнша қымбат неге? Дейтін ол дүкеннен әкелген заттарыма қарап. Бұдан арзаны бар еді ғой. Мен өзімді ақтап отыратынмын. Әр тиынды түсіндіретінмін. Бірте-бірте бұл қалыптыға айналды. Ал Эрнар үнсіз еді. Ол ешқашан мені ашық қорғамады. Бірақ ашық қарсы да шықпады. Ол жай ғана шетте тұрды. Бұл үнсіздік маған бәрінен ауыр тиді. Мен ол кезде әлі түсінбедім. Бұл жай ғана бастамасы еді. Нағыз өмір әлі алда тұрған. Ал мен оны сол кезде білмедім. Мен тек жақсы әйел болуға тырыстым. Ал жақсы әйелдің өзі болуға құқығы жоқ екенін кеш түсіндім. Алғашында бәрі ұсақ тиек сияқты көрінді. Тіпті мән беруге тұрмайтын дүниелердей. Ақшаны өзім ұстамаймын, бірақ үйде бәрі бар. Тамақ бар. Киім бар. Төбемізде шатыр бар. Күйеуім бар. Ене бар. Отбасы бар сияқты. Мен өзімді осылай жұбаттым. Жалақым ай сайын уақытында түсіп отырды. Бірақ енді ол менің шотымда емес еді. Жанара төлеген қызы бәрін өзі бақылап отыратын. Қолында қалың дәптер жүретін. Әр беті ұқыпты толтырылған. Күндер, сандар, шығындар. Барлығы тізілген. Үйдің жарығы қымбаттап кетіпті, дейтін ол кейде. Сен пешті көп қосатын сияқтысың. Мен үндемей басымды изейтінмін. Суда көп кетіп жатыр, дейтін тағы бірде. Ұзақ жуынасың ба? Мен тағы да үндемей қалатынмын. Алғашында ол маған күн сайын ақша беретін. Белгілі бір сома. Жолға, түскі асқа, кешкі асқа керектін. Бүгінге жетеді, дейтін. Ал егер жетпесе, ертең сұрау керек болатын. Сұрау. Бұл сөзді мен бұрын жек көретінмін. Ал енді ол менің күнделікті өміріме айналды. Ертеңге аздап қосып бересіз бе? Деп айтатынмын төмен дауыспен. Кеше бергенім қайда кетті? Деп сұрайтын ол. Мен түсіндіретінмін. Маршрутка, тамаққа, балашаға жоқ болса да, үйге керек заттарға. Өзіңді бақылауды үйрену керек, дейтін ол ақыл айтқандай. Әйел адам ақшаны шаспауы тиіс. Мен үндемейтінмін. Жұмыста мен басқа адам едім. Кеңседе мені тыңдайтын. Пікірімді бағалайтын. Шешім қабылдататын. Ал үйге келгенде менің даусым бәсеңдеп қалатын. Үйдің табалдырығын аттаған сәттен бастап мен кішірейіп кететінмін. Эрнар мұның бәрін көріп жүрді. Бірақ ешқашан араласпады. Кейде кешке диванда қатар отырып, теледидар қарап отырғанымызда, ішімде бірдеңе толқып, сөйлегім келетін. Эрнар, дейтінмін жай ғана. Маған кейде өзімді ыңғайсыз сезінемін. Ақша мәселесінде. Ол қабағын түйетін. Тағы бастама, дейтін. Сен бәрін қиындатасың. Анам дұрыс жасап жүр. Ол тәжірибелі. Бізге көмектесіп отыр. Бірақ бұл менің жалақым ғой, дейтінмін. Біз отбасы емеспіз бе? Деп жауап беретін ол. Отбасында бөлек ақша болмайды. Бұл сөзді ол жиі айтатын. Отбасы.
Ал мен сол отбасында өзімді қонақ сияқты сезіне бастадым. Жөндеу созылып кетті. 1 ай, 2 ай, 3 ай өтті. Әр ай сайын жаңа себеп табылды. Бірде материал қымбаттады. Бірде жұмысшылар кешікті. Бірде тағы бір бөлме қосылды. Аздап шыдайық, дейтін Жанара Төлеген қызы. Біткен соң бәрі жақсы болады. Бірақ жөндеу бітпеді. Ал ақша кетіп жатты. Бір күні мен жалақымның нақты қанша екенін өзімде ұмыта бастадым. Себебі мен оны көрмейтінмін. Мен тек берілгенін ғана білетінмін. Кейде дүкенде тұрғанымда, бір затты қолыма алып, бағасына қарайтынмын да, орнына қоя салатынмын. Қажет емес, дейтін ішкі дауысым. Онсыз да үйде бар. Бұл дауыс менікі емес еді. Бірақ ол менің ішімде өмір сүріп алды. Уақыт өте келе мен өзіме керек нәрселерді сұраудан да ұялатын болдым. Шашып, өйткені маған шыдау керек деп үйретілген еді. Ал шыдаудың да бір шегі бар екенін мен кейін түсіндім. Уақыт өткен сайын мен өзімді үйдің ішінде көзге көрінбейтін адам сияқты сезіне бастадым. Бар едім. Бірақ барлығым есепке ғана керек еді. Таңертең тұратын адам бар. Ас дайындайтын адам бар. Үйді жинайтын адам бар. Ақша табатын адам бар. Бірақ менің көңілім, ойым, шаршағаным ешкімге қызық емес еді. Күн сайын таңғы 6-да оянатынмын. Оятқыш шырылдамай тұрып көзім ашылатын. Үй тыныш. Терезенің сыртында әлі қараңғы. Ас үйге үнсіз өтемін. Шайнек қоямын. Тоңазытқышты ашамын. Не бар екенін қарап шығамын. Таңғы ас міндетті түрде бірдей болуы керек. Жанара Төлеген қызы солай үйреткен. Жұмыртқа, бірақ жай қуырылған емес. Баяу пісірілген. Наны күйіп кетпеуі тиіс. Шай тым қойда емес, тым сұйықта емес. Таңғы ас адамның күнін анықтайды, дейтін ол. Мен оның сөзіне қарсы келмейтінмін. Ас дайын болған соң бәрін стелге қоямын. Ернар бірінші отырады. Ол көбіне үнсіз тамақтанады. Телефонын қарайды. Кейде басын көтеріп, маған қарап қояды. Бірақ көз қарасында жылулық болмайтын. Жанара Төлеген қызы кейінірек түседі. Ол стелді бір шолып шығады. Егер бір нәрсе көңілінен шықпаса, бірден айтады. Нан сәл қатты, дейді. Шай салқындап кеткен, дейді. Кеше басқаша еді, дейді. Мен басымды изеймін. Кешірім сұраймын. Қайтадан жасаймын. Жұмысқа асығамын. Бірақ ол жақта да ойым үйде қалып қояды. Бәрін үлгеру керек. Уақытты дұрыс бөлу керек. Кешікпеу керек. Жұмыстан кейін бірден үйге қайтамын. Әріптестермен сөйлесуге, бірге отыруға, күлуге уақытым жоқ сияқты. Өйткені үйде міндет күтіп тұр. Үйге кіргенде мені тағы да тексеру басталады. Қайда болдың? Неге кешіктің? Неге бұл затты алдың? Бұған неге ақша шығардың? Дейді Жанара Төлеген қызы шекке қарап. Үйге керек еді, деймін. Бұдан арзаны бар еді ғой, дейді ол. Мен үндемеймін. Кейде өзімді қымбат үйдегі күтуші сияқты сезінетінмін. Бірақ айырмашылығы, күтуші жалақы алады. Ал мен өз жалақымды сұрап жүрмін. Үйдің үш қабатын тазалау оңай емес. Әр бұрыш, әр сөре, әр баспалдақ. Жанара Төлеген қызы кейде саусағымен жиһаздың үстін сипап шығады. Саусағына шаң жұқса, қабағы түйіледі. Мына жерді жақсылап сүрт, дейді. Мен сүртемін. Жұмыс күннен кейін денем шаршайды. Бірақ демалуға мүмкіндік жоқ. Себебі кешкі ас дайын болуы керек. Барлығы бір уақытта. Барлығы бірдей. Ернар кейде кешігіп келеді. Кейде тіпті тамақтанбай кетеді. Жұмыс, дейді қысқа ғана. Мен сұрақ қоймаймын. Сұрақ қойға үйренбей қалдым. Уақыт өте келе мен өзімді айнадан танымай қалдым. Көзімде бұрынғы от жоқ. Иығым түсіп кеткен. Даусым бәсең. Бір күні кешке жуынатын бөлмеде айнаға ұзақ қарадым. Өзіме өзім сұрақ қойдым. Бұл мен бе?
Жауап болмады. Жанара Төлеген қызы мені үйдің иесі ретінде емес, бір түрлі қосымша адам ретінде көретін. Қажет кезде бар. Қажет емес кезде үнсіз. Сенің жұмысың жақсы, дейтін ол кейде. Ақшаң жаман емес. Соған шүкірде. Бұл мақтау емес еді. Бұл менің орнымды еске салу сияқты болатын. Ернар мен арадаға әңгімеде сиреді. Ол анасының сөзін қайталайтын болды. Сабыр ет, дейтін. Барлығы дұрыс. Бірақ не дұрыс екенін өзі де білмейтін сияқты еді. Мен өзімді ақтап, дәлелдеп, түсіндіріп шаршадым. Бір күні мүлде тоқтаттым. Тек істедім. Тек орындадым. Үй ішінде күлкі азайды. Үнсіздік көбейді. Менің ішімде бірдеңе баяу өліп бара жатқандай сезілді. Бірақ мен оны сол кезде мойындамадым. Өйткені мойындасам, шындықты қабылдау керек еді. Ал шындығы ауыр болатын. Мен сол кезде әлі білмедім. Бұл үнсіздік, дауыл алдындағы тыныштық екенін. Ал бұл үй, мені біртіндеп жұтып жатқанын. Мен тек күндерді санадым. Ал күндер мені өзгертті. Мен бұрынғы әйгерім болмай қалдым. Қараша айының соңына қарай жұмысымда бір маңызды кеш болатынын білдім. Жылдық қорытынды жиналыс. Басшылық, серіктестер, басқа қалалардан келген адамдар. Сол кеште әркім өзін қалай көрсетсе, соған қарай келесі жылға шешім қабылданатын. Мен ол кешке мән бердім. Ұзақ ойландым. Не киемін? Қалай барамын? Жұмысымда мені кәсіби, сенімді әйел ретінде көрулері керек еді. Үйдегі жағдайымды ешкім білмеуі тиіс. Бір кеште ас үйде отырып, шай ішіп отырғанда, сөз бастауға батылымды жинадым. Жанара Төлеген қызы стел басында есеп дәптерін парақтап отырған. Менде бір өтініш бар еді, дедім ақырын. Ол көзілдірігінің үстінен маған қарап қойды. Айта бер, деді. Жұмыста ресми кеш болады. Соған көйлек алуым керек еді. Қарапайым ғана. 12.000 теңге шамасында. Сөзім біткен сәтте ас үйдің іші тым-тыныш болып кеткендей болды. Сағаттың тықылы анық естілді. Шайдың буы көтеріліп тұрды. Жанара Төлеген қызы қабағын көтерді. Қастары маңдайына қарай жылжыды. Көйлек, деді ол. Саған неге тағы көйлек керек? Бұл жұмысқа байланысты, дедім. Басшылар, серіктестер болады. Алдыңда кімге әдемі болмақшысың? Деді ол салқын дауыспен. Мен жұтынып алдым. Бұл жай ғана ресми шара, дедім. Жұмысым үшін маңызды. Үйленген әйелге жаңа көйлек неге керек? Деді ол. Бар киімің жетпей ме? Сөздері пышақтай тиді. Ол көйлектер ескі, дедім ақырын. Жұмысқа лайық емес. 12.000 теңге, деді ол дәптерді жауып. Бұл 2 аптаға жететін азық түлік. Сен не? Мен үндемедім. Сол кеште мен бөлмеме кіріп кеттім. Жадық есіктің ар жағында отырдым. Терезеден сыртқа қарадым. Қалада қар жауып тұрды. Ұсақ-ұсақ болып, баяу түсіп жатты. Көзімнен жас шықпады. Менің ішімде бірдеңе сынып кеткендей болды. Бірақ дыбыссыз, айқайсыз, жай ғана. Келесі күндері мен өзімді бұрынғыдан да қатты қадағалай бастадым. Түскі асқа арзан нәрсе іздедім. Кейде мүлде жемедім. Ақшам жетсін деп. Көйлек алмадым. Кешке жұмысқа сол ескі киіммен бардым. Айнаға қараған кезде өзімді бөтен адамдай көрдім. Бірақ кеш бойы күліп жүрдім. Сұрақтарға жауап бердім. Кәсіби болдым. Ешкім менің ішімде не болып жатқанын білмеді. Үйге қайтқанда ішім бос қалғандай сезілді. Қуаныш та жоқ. Үміт те жоқ. Ернар ол кеш туралы сұрамады. Қалай өтті деп те айтпады. Оған бәрібір еді. Сол түні төсекте жатып, көзім төбеде тұрды. Ойымда бір ғана ой айналды. Мен қанша табамын? Мен қанша беремін? Ал өзіме не қалады? Жауап ештеңе емес еді. Сол түні мен алғаш рет өзіме бір шындықты мойындадым. Мен бұл үйде әйел емеспін.
Мен бұл үйде адамда емеспін. Мен тек ыңғайлы құралмын. Ал сол ой менің ішімде үнсіз өсіп келе жатты. Мен ол кезде әлі білмедім. Бұл үнсіз ой бір күні мені құтқаратынын. Ал әзірге мен тек тыныш жүрдім. Тыныштықтың артында дауыл тұрғанын сезбей. Көктемнің бір таңында мен қызымды дүниеге әкелдім. Терезеден күн сәулесі түсіп тұрды. Палатаның іші жарық еді. Ауада дәрінің иісі мен жаңа өмірдің тынысы араласып тұрғандай сезілді. Мен қолымда кішкентай ғана орамалға оралған сәбиді ұстап отырдым. Ол тым кішкентай еді. Тым нәзік. Бірақ жүрегі бар күшімен соғып тұрды. Қызым. Мен оның бетін көрген сәтте көзіме жас келді. Бұл жолы ауырлықтан емес. Жеңілдік пен қорқыныштан. Қуаныш пен жауапкершіліктен. Мен енді жалғыз емес едім. Ернар палатаға кіргенде жүзінде шаттық болмады. Ол қызға бір сәт қарап тұрды да, маған көзін аударды. Кыз ба? Деді ол ақырын. Иә, дедім. Қызымыз. Ол басын изеді. Бірақ даусында қуаныш жоқ еді. Жақсы, деді де, терезеге қарап кетті. Кешке Жанара Төлеген қызы келді. Ол да сәбиге ұзақ қарамады. Орамалдың шетін сәл ашып, бетіне бір көз тастады. Кыз екен, деді. Даусы салқын шықты. Болады. Сол сөз жүрегіме қадалды. Қалай ат қоямыз? Дедім үмітпен. Әлі көрерміз, деді ол. Асықпайық. Қызымның атын өзім таңдадым. Айнұр, жарық деген мағынада. Мен оның өмірі жарық болсын дедім. Менің өмірімнен жарығырақ болсын дедім. Үйге қайтқанда мен бәрі өзгереді деп ойладым. Қыздың келуі үйді жұмсартады деп сендім. Адамдарды өзгертеді деп үміттендім. Бірақ ештеңе өзгермеді. Жанара Төлеген қызы Айнұрға суық қарады. Ол жөргек алмады. Ойыншық алмады. Киім де әкелмеді. Қызым бар сияқты да жоқ сияқты еді. Ол болса жақсы болар еді, деді ол бір күні. Ернарға мұрагер керек. Бұл сөзді мен түнде, қызымды тербетіп отырып естідім. Үй тыныш еді. Ернар мен анасы ас үйде сөйлесіп отырды. Мен есіктің ар жағында тұрдым. Қыз да бала ғой, деді Ернар әлсіз дауыспен. Сен не түсінесің? Деді анасы. Еркекке еркек бала керек. Бұл қыз пайдасыз. Мен қызымды қаттырақ құшақтадым. Ол ұйықтап жатыр еді. Оның кішкентай қолы менің саусағымды қысып алды. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Бұл үйде менде, қызым да қажет емес едік. Күндер өтіп жатты. Мен балаға күтім жасадым. Түнде ұйықтамадым. Күндіз шаршадым. Бірақ көмектесетін адам болмады. Өзіңнің балаң ғой, дейтін Жанара Төлеген қызы. Ана болған соң шыдау керек. Ернар да өзгермеді. Ол бұрынғыдай үйде аз болды. Кеш келді. Кейде мүлде келмей қалды. Жұмыс, дейтін ол қысқа ғана. Мен сұрамайтын болдым. Айнұр бір жасқа толғанда мен өзімді толық жоғалттым. Мен тек ана едім. Әйел емес. Адам емес. Түнде қызымды ұйықтатып болған соң, төсекте отырып жылағым келетін. Бірақ жылай алмадым. Себебі көз жасымда таусылғанда еді. Бірде түн ортасында қызым жылап оянды. Мен оны көтеріп, бөлмеден шықтым. Ас үйдің жарығы жанып тұр екен. Жанара Төлеген қызы телефонмен сөйлесіп отырды. Иә, деді ол біреуге. Қыз, қайдан білейін? Ернарға еркек бала керек еді. Қыздан не шығады дейсің? Мен тоқтап қалдым. Ол мені көрген жоқ. Иә, деді ол тағы. Бәрі әйелден ғой. Не туады, сонсы туады. Осы сөзден кейін менің ішімде бірдеңе бір жола үзілді. Мен айнаға қарағанда өзімді көрмейтін болдым. Тек көлеңкемді ғана көретінмін. Бірақ сол көлеңкенің ішінде бір нәрсе тірі қалды. Бұл ана болу еді. Мен қызым үшін шыдадым. Қызым үшін үнсіз болдым. Қызым үшін өмір сүрдім.
Ал менің ішімде бір сұрақ өсіп келе жатты. Мен қызымды осындай өмірде қалдыра аламын ба? Мен оны дәл мен сияқты үнсіз, қорқақ етіп өсіре аламын ба? Жауабы жоқ еді. Бірақ сұрақ күн сайын ауырлай берді. Ал мен әлі шешім қабылдауға дайын емес едім. Жанара Төлеген қызы сол кезде ас үйден шығып келді. Не болды тағы? Деді ол. Әйгерім мені қызғанып жүр, деді Ернар. Әр қадамымды бақылап отырады. Өзіңді қолға ал, деді ол маған қарап. Еркек адам жұмыс істейді. Кешігеді, бұл қалыпты нәрсе. Бірақ бұрын олай емес еді, дедім ақырын. Бұрын, деді ол. Қазір басқа. Бала бар. Жауапкершілік бар. Ернар шаршайды. Мен үнсіз қалдым. Ішімде бір нәрсе мазалап тұрды. Бірақ мен оны өзіме де айтуға қорықтым. Себебі айтсам, шындыққа жақындап кететіндей еді. Кейде Ернар үйге келгенде, телефонын тез жасыратын. Экранды төмен қаратып қоятын. Хабарлама келгенде жымиып қоятын. Бұл жымиыс мені қорқытты. Бір күні түнде ол тағы да террасаға шықты. Қызым ұйықтап жатқан. Үй тыныш. Мен төсекте отырып, оның әр сөзін естіп отырдым. «Иә», деді ол сыбырлап. «Сағындым, бүгін келе алмадым. Ертең міндетті түрде». Менің жүрегім қысылып кетті. «Қызым бар», деді ол тағы. «Бірақ сен уайымдама». Бұл сөзден кейін мен дем ала алмай қалдым. Терраса есігі жабылды. Ернар ішке кірді. Мен көзімді жұмып, ұйықтап жатқандай түр көрсеттім. Түн ұзақ болды. Таңертең бәрі әдеттегідей болды. Ас, үнсіздік, шай, телефон. Жанара Төлеген қызы бәрін байқап жүргендей еді. Бірақ ол үнсіз қалды. Бірде ол маған қарап. «Ернарды көп мазалама», деді. «Еркектерге сенім керек». «Мен тек түсінгім келеді», дедім. «Түсінудің қажеті жоқ», деді ол. Үндемеу жеткілікті. Бұл сөз мені мұздатты. Мен өзімді кінәлі сезіне бастадым. Бәлкім, мен шынымен де артық сұрақ қойып жүрген шығармын. Бәлкім, мен дұрыс әйел болмаған шығармын. Мен өз ойымнан қорқа бастадым. Кейде Ернарды күтіп отырып, оның жолын ойлайтынмын. Қайда жүр? Кім мен? Бірақ бұл ойларды қуып жіберуге тырысатынмын. «Өзіңді жоғалтпа», дейтін ішкі даусым. «Балаң бар». Сол кезде мен интуицияма сенбей қойдым. Өз сезімімді тұншықтырдым. Ал ол сезім күн сайын күшейе берді. Бір кеште Ернар душқа кірді. Телефоны диванда қалып қойды. Экран кенет жанып кетті. Хабарлама келді. Мен орнымнан тұрып, бір қадам жасадым. Сол сәтте жүрегім кеудеме симай соғып кетті. Мен жақындадым. Экранда бірнеше сөз анық көрініп тұрды. «Кел бүгін». «Сағындым». «Біздің кішкентайымызды әкесін күтеді». Мен қатып қалдым. Бұл әлі толық шындық емес еді. Бірақ ол соған апарар жол еді. Мен сол сәтте білмедім. Алдымда тұрған түн менің өмірімді түбегейлі өзгертетінін. Ал бұл тек бастамасы еді. Мен телефонға ұзақ қарап тұрдым. Экранда тұрған сөздер көзіме емес, тікелей ішіме қадалғандай болды. Қолым дірілдеп кетті. Бір сәтке бәрін өшіріп, көрмегендей болғым келді. Бірақ кеш еді. Ернардың телефоны диванда жатты. Душтан судың сылдыры естіліп тұрды. Ол әлі біразға дейін шықпайтын сияқты еді. Үй тыныш. Айнұр ұйықтап жатыр. Ал менің ішімде дауыл басталды. Мен парольді білетінмін. Бұрын ол бір рет телефонды ашып жатып, кодын терген. Сол кезде байқамай қалдым деп ойлаған шығар. Бірақ мен көріп қойғанмын. 4 сан. Оның туған күні. Саусағым экранға тиді. 1 рет. 2 рет. Телефон ашылды. Әлемім сол сәтте құлады. Хабарламалар көп еді. Өте көп. Бір күндікте емес. Бір апталықта емес. Айлар бойы жиналған сөздер. Жылы сөздер. Еркелетулер,
Мен ешқашан естімеген сөздер. Мен сенсіз тұра алмаймын. Сені жақсы көремін. Сен менің шынайы бақытымсың. Бұл сөздер менің күйеуімнің аузынан шыққанын елестетуде ауыр еді. Суреттер болды. Көп суреттер. Жас әйел. Әдемі, күлімдеп тұр. Ернардың жейдесін киіп алған. Айна алдында. Терезе жанында. Қонақ үй бөлмесінде. Соңғы суретте оның іші сәл дөңестеніп көрініп тұрды. Мен дем ала алмай қалдым. Қолыммен аузымды жауып алдым. Айқайлап жібермеу үшін. Жылап жібермеу үшін. Ақша аударымдары бар еді. Санап та үлгермедім. Бірақ сандар үлкен болатын. Витаминдерге, киімге, бір сөмкеге. Менің ақшам. Мен түскі ас ішпей жүрген ақшам. Мен өзіме көйлек алуға алған ақшам. Оның бәрі осы жерде еді. Ең соңында бір чат көзіме түсті. Ернар мен анасының жасқан хабары. Менің қолым мұздап кетті. Ана, ол жүкті. Ол дейді дәрігер. Ақыра мұрагер болады. Жауап бірден келген. Жақсы. Ең бастысы үндеме. Айгерімнің табысы жетеді. Біреуіне де, екіншісіне де. Мен сол сәтте жыламадым. Мен күлмедім. Мен ештеңе сезбедім. Ішімде бір түрлі суық тыныштық орнады. Қаным тоқтап қалғандай. Жүрегім де соқпай тұрғандай. Жанара Төлеген қызының Айнұрға неге суық қарағанын сол сәтте түсіндім. Қызым оларға керек емес еді. Олар басынан бастап басқа баланы күткен. Басқа әйелден. Судың дыбысы тоқтады. Душ жабылды. Ернар шыққалы жатыр. Мен телефонды орнына қойдым. Экранды өшірдім. Терең дем алып, өзімді жинауға тырыстым. Айнаға бір сәт қарадым. Бетім аппақ. Көзім құрғақ. Ернар бөлмеге кірді. Неге ұйықтамай отырсың? Деді ол. Айнұр қозғалып кетті, дедім жай ғана. Даусым өзіме бөтен естілді. Бірақ ол ештеңе байқамады. Жақсы, деді де, төсегіне жатып, телефонын қолына алды. Мен қабырғаға қарап жаттым. Тым бітпейтін сияқты көрінді. Таң атты. Барлығы бұрынғыдай болды. Таңғы ас. Үнсіздік, телефон. Жанара Төлеген қызының суық көзқарасы. Мен бәрін көріп тұрғандай болдым. Ал сыртта бәрі бұрынғыдай болып көрінді. Бірақ шын мәнінде, бәрі әлде қашан өзгеріп кеткен еді. Ал ең ауыры әлі алда тұрған. Сол түннен кейін мен өзгердім. Бірақ сырттан қараған адам оны байқамас еді. Мен бұрынғыдай ерте тұратынмын. Бұрынғыдай ас әзірлейтінмін. Бұрынғыдай үндемей жүретінмін. Бірақ ішімде енді басқа санай өмір сүрді. Ол үрейленбейтін. Ол асықпайтын. Ол бәрін есептейтін. Мен жыламадым. Көз жасына уақыт жоқ еді. Алдымен мен тыныштықты таңдадым. Ешқандай дау. Ешқандай сұрақ. Ешқандай наразылық жоқ. Бұл маған уақыт берді. Мен құжаттарды жинай бастадым. Ақырын, байқалмай, қызым ұйықтап жатқанда. Ернар жұмыста болғанда. Жанара Төлеген қызы базарға кеткенде. Қызымның туы туралы куәлігін алдым. Өз төлқұжатымды таптым. Үйдің сейфінде жатқан жерге қатысты құжаттарды бір рет көргенмін. Ол жер менің ата-анамнан қалған. Үйленбей тұрып берілген. Мен оның орнын есімде сақтадым. Бір күні таңертең Жанара Төлеген қызына. Менің денсаулығым мазалап жүр, дедім. Ертең жұмыстан сұранып, дәрігерге барсам деп едім. Ол мені бір сәт қарап тұрды. Бара бер, деді. Тек көп жүрме. Сол күні мен банкке бардым. Аяғым дірілдеп тұрды. Бірақ бетімнен білдірмедім. Мен өзімді сенімді көрсетуге тырыстым. Банк қызметкері мені сабырлы қарсы алды. Мен уәшік ашқым келетінін айттым. Құжаттарымды тексерді. Кілт берді. Сол уәшікқа мен өзім үшін ең маңызды қағаздарды салдым. Жердің құжаттары. Қызымның құжатының көшірмесі.
Кейін керек болуы мүмкін деп ойлаған қағаздар. Сол сәтте мен өзімді алғаш рет қорғалғандай сезіндім. Үйге қайтып келе жатып, ойым тыныштала түсті. Менің қолымда енді бір нәрсе бар еді. Таңдау. Келесі қадам камера болды. Мен көптен бері видео бақылау туралы ойлап жүргенмін. Бірақ себеп табу керек еді. Жанара Төлеген қызы бәрін сұрайды. Әр заттың не үшін керегін білгісі келеді. Айнұр үшін, дедім бір күні. Үйде жалғыз қалғанда қорқамын. Бала үшін қауіпсіздік керек. Ол ойланып қалды. Дұрыс, деді ақыры. Бала керек. Камераны қонақ бөлмеге қойдық. Ол диван мен ас үстелін түсіріп тұратын болды. Дәл сол жерде көбіне сөйлесетін. Дәл сол жерде бәрі айтылатын. Мен ештеңені өзгерткен жоқпын. Бұрынғыдай тамақ жасадым. Бұрынғыдай үй жинадым. Бұрынғыдай басымды изедім. Бірақ енді әр сөзді есте сақтадым. Әр қорлау, әр ескерту, әр суық көзқарас. Мен күтуге үйрендім. 2 апта өтті. 3 апта өтті. Ернар одан сайын өзгерді. Үйге сирек келетін болды. Келгенде де асығыс. Телефонын қолынан тастамайды. Жанара Төлеген қызы кейде ашуланатын. Мына әйелің бір түрлі болып кетті, деді ол бірде Ернарға. Бұрын сөйлейтін еді. Қазір үндемейді. Оған не болды? Деді Ернар. Білмеймін, деді анасы. Бірақ маған ұнамайды. Мен сол сөздерді естідім. Камера бәрін жазып алды. Мен ішімнен бір ғана нәрсені қайталадым. Асықпа. Сабыр ет. Әлі ерте. Бір күні жұма кешінде телефонға хабарлама келді. Бөгден өмірден. Мен жұмыстан шыққалы жатқанмын. Хабарламаны аштым. Сурет. Суретте Ернар бір әйелді құшақтап тұр. Әйелдің іші анық білінеді. Олар әйнек есіктің алдында тұр. Қонақ үйдің кіреберісі. Төменде бір ғана сөйлем бар еді. Сен үйде отырып ас пісіре бер. Ол менің баламның әкесі. Қолым суып кетті. Бұл жолы мен жыламадым. Бұл жолы мен ашуланбадым. Мен тек бір нәрсені түсіндім. Уақыт келді. Мен жауап жазбадым. Мен анама қоңырау шалдым. Даусымда тыныш ұстадым. Апа, дедім. Бүгін Айнұрда балабақшадан алып кетесіз бе? Мен кешігіп қаламын. Әрине, қызым, деді ол. Бірдеңе болды ма? Кейін айтамын, дедім. Телефонды қойдым. Содан кейін такси шақырдым. Мекен жайды жаздым. Қонақ үй. Мен ішімде бір ғана нәрсені сездім. Қорқыныш жоқ. Үміт жоқ. Тек айқындық бар еді. Мен бүгін бәрін аяқтайтынымды білдім. Ал не болатынын ешкім білмеді. Тіпті менде. Қонақ үйдің алдына келгенде жүрегім бір сәтке ғана шым етті. Көліктен түскенде аяқтарым ауырлап кеткендей болды. Бірақ мен тоқтамадым. Артымнан қайтпадым. Бұл жол ұзақтан бері басталған еді. Мен тек соңғы қадамды жасап тұрдым. Әйнек есіктер өздігінен ашылды. Ішке жылы ауа ұрып кетті. Қонақ үйдің іші тыныш. Адамдар аз. Біреу қабылдау үстелінде тұр. Біреу бұрышта телефон қарап отыр. Мен айналама қарамадым. Мен тек алға жүрдім. Оларды бірден көрдім. Ернар мен ол әйел алыс бұрыштағы үстелде отыр екен. Ернар арқасын есікке қатып отыр. Әйел оның қарсысында. Қолын оның қолының үстіне қойып отыр. Іші анық көрініп тұр. Ол жымиып отыр. Өзіне сенімді. Еркін. Мен жақындадым. Ернар басын көтергенде өңі бірден өзгерді. Көздері үлкейіп кетті. Бетіне қан жүгірмей қалды. Айгерім, деді ол. Отыра беріңдер, дедім. Даусым өзіме таңғаларлықтай тыныш шықты. Мен көпке келмеймін. Мен бос орындыққа отырдым. Рұқсат сұраған жоқпын. Әйел маған жоғарыдан төмен қарады. Ернін сәл қисайтты. Міне,
Заңда әйелі келді, деді ол. Даусы тәтті, бірақ ішінде мазақ бар еді. Үндеме, деді Ернар оған. Неге? Деді ол. Ол бәрібір білуі керек қой. Мен әйелге қарадым. Ол жас еді. Әдемі, көзінде қорқыныш жоқ. Тек жеңіске жеткен адамдай паңдық бар. Сен кімсің? Дедім. Мен бе? Деді ол күлгендей болып. Мен оның болашақ баласының анасымын. Ол үшін сипап қойды. Әдейі, ол көзін тайдырып әкетті. Айгерім, түсін, деді ол. Біз бәрін кейін сөйлесеміз. Жоқ, дедім. Қазір сөйлесеміз. Әйел еңкейіп, ішін тағы да сипады. Ол бұл баланы қалайды, деді ол. Ол болады. Оның нағыз мұрагері. Бұл сөз мені ауыртпады. Керісінше, ішімде бір суық тыныштық пайда болды. Ал сен оның әкесі екеніне сенімдісің бе? Дедім. Әйел бірден орнынан тұрды. Сен не айтып тұрсың? Деді ол даусы дірілдеп. Сен не меңзеп тұрсың? Мен тек сұрап тұрмын, дедім. Өйткені кейде адамдар шындықты айтпайды. Айгерім, тоқта, деді Ернар. Сен шектен шығып кеттің. Осы сәтте әйел қолын кеудесіне қойып, демін жиілете бастады. Маған жаман болып кетті, деді ол. Ернар, менің балама зиян келсе, сен жауап бересің. Ол дауысын көтере бастады. Қараған адамдар бұрыла бастады. Сен мені қорқытқың келе ме? Деді ол маған. Мен сенен қорықпаймын. Мен орнымнан тұрдым. Мен кетемін, дедім. Бірақ бұл әңгіменің соңы емес. Ернар менің жолымды кесті. Сен ешқайда бармайсың, деді ол. Сен бәрін білдірдің. Оның көзі қызарып кеткен. Жиегі дірілдеп тұр. Ол ашулы еді. Бұрын соңды көрмегендей. Жолымнан кет, дедім. Сен бәрін бұздың, деп айқайлады ол. Сол сәтте бәрі бір мезетте болды. Ол қолын көтерді. Соққы күтпеген жерден келді. Ашық алақан. Бетіме қатты тиді. Басым айналып кетті. Аяғым тайып, артқа құладым. Басым көрші стелдің шетіне соғылды. Айналамдағы дыбыстар бір сәтке өшіп қалғандай болды. Құлағым шыңылдады. Бетімнен жыла нәрсе ақты. Мен еденде отырдым. Қолыммен жерге сүйеніп тұрдым. Алдымда аяқтар. Айқай, біреу бірдеңе айтып жатыр. Жетер, деді біреу. Қауіпсіздік шақырыңдар, деді тағы бір дауыс. Мен басымды көтердім. Ернар маған жоғарыдан қарап тұрды. Оның көзінде өкініш жоқ еді. Тек ашу мен қорқыныш. Кет бұл жерден, деді ол. Кет, әйтпесе полиция шақырамын. Әйел оның артына тығылып тұрды. Жүзінде бір түрлі жеңіс бар еді. Мен орнымнан баяу тұрдым. Басым айналып тұрды. Бірақ мен құламадым. Мен кетемін, дедім. Даусым қатты шықпады. Бірақ анық еді. Бірақ сенің өміріңде енді ештеңе бұрынғыдай болмайды. Мен артыма қарамадым. Мен сыртқа шықтым. Суық ауа бетіме тиді. Сол сәтте мен бір нәрсені білдім. Мен енді қайтып оралмаймын. Бұл үйге де емес. Бұл өмірге де емес. Ал менің алдымда ауыр, бірақ жалғыз емес жол тұрғанын сездім. Қонақ үйден шыққанда түнгі ауа бетімді тіліп өткендей болды. Суық еді. Бірақ мен оны сезбедім. Басымдағы ауырлық пен құлағымдағы шыңыл ғана бар еді. Қолымды бетіме апардым. Саусақтарым қызыл болып шықты. Қан, өз қаным. Бірақ сол сәтте қорқыныш болмады. Тек бір ғана ой тұрды. Мен бұл жерден кетуім керек. Такси шақырдым. Көлік келгенше кіреберістің жанында тұрдым. Адамдар өтіп жатты. Біреу маған қарады. Біреу қарамады. Мен оларды көрмедім. Көлікке отырғанда жүргізуші айнадан маған қарап қалды. Жақсысыз ба? Деді ол абайлап. Иә, дедім. Үйге апарыңызшы.
Жол бойы үнсіз отырдым. Қала терезеден сырғып өтіп жатты. Жарық шамдар, бос көшелер, қараңғы аялдамалар. Мен бәрін соңғы рет көріп тұрғандай болдым. Үйдің алдына келгенде көліктен түстім. Үйдің терезелері жарық еді. Іште өмір жалғасып жатқандай. Бірақ мен үшін ол өмір әлде қашан тоқтаған. Есікті аштым. Жанара Төлеген қызы дәлізде тұр екен. Мені көргенде қабағы түйілді. Қайдан келесің? Деді ол. Түрің не болған? Сіздің ұлыңыз мені ұрды, дедім жай ғана. Ол бір сәтке үнсіз қалды. Көзіме қарады. Бірақ көзінде қорқынышта, жанашырлықта болмады. Өзің арандаттың, деді ол. Мен Ернармен сөйлестім. Сен көрініс жасағансың. Ол мені соқты, дедім тағы. Еркекті ашуландырмау керек, деді ол. Әйел адам өз орнын білуі тиіс. Бұл сөздер менің ішімде соңғы бір нәрсені де өшірді. Мен кетемін, дедім. Қазір ме? Деді ол таң қалғандай. Түн ортасында. Қазір, дедім. Мен бөлмеге кіріп, сөмкемді алдым. Жанара Төлеген қызы артынан ерді. Шкафты ашты. Киімдерді лақтыра бастады. Мынаны да ал, деді. Мынаны да. Сен енді бұл үйдің адамы емессің. Ол менің аяқ киімімді, шарфымды, пальтомды еденге лақтырды. Айналам быт-шыт болды. Айнұр қайда? Деп сұрадым. Жоғарыда, деді ол. Бірақ сен оны қазір ала алмайсың. Ол менің қызым, дедім. Сен өзіңді қоя тұр, деді ол. Түнде балаға не болады? Ертең сабаңа түскен соң көрерміз. Жоқ, дедім. Қазір аламын. Ол жолымды кесті. Сен ешқайда бармайсың, деді. Бала осында қалады. Мен жүрегімнің қалай соғып тұрғанын естідім. Бірақ даусымды көтермедім. Айнұр анамда, дедім. Мен оны бүгін балабақшадан апартып қойдым. Ол бір сәтке тұрып қалды. Көзінде ашу пайда болды. Сонда да кетесің бе? Деді ол. Осындай күйде, осындай түнде. Иә, дедім. Мен сөмкемді алдым. Телефонымды іздедім. Ол сөмкенің ішінде емес еді. Телефонымды беріңіз, дедім. Ертең аласың, деді ол. Қазір кет. Ол мені итеріп жіберді. Мен теңселіп, табалдырықтан аттадым. Суық ауа бірден бетіме соқты. Артымнан есік тарс жабылды. Мен далада қалдым. Қараңғы, суық, жел. Басым байлаулы. Пальтом жыртылған. Ақшам жоқ. Полиция бөлімінен шыққанда күн әлде қашан көтеріліп кеткен еді. Аспан ашық. Ауа салқын, бірақ таза. Мен терең дем алдым. Сол деммен бірге ішімдегі қорқыныштың бір бөлігі де шығып кеткендей болды. Қолымда қағаз бар еді. Жарақат туралы анықтама. Онда бәрі жазулы тұрды. Күні, уақыты, соғылған жері. 3 тігіс. Бұл жай қағаз емес еді. Бұл менің үнсіздігімнің аяқталғанын білдіретін белгі болды. Анам мені бөлімшенің алдында күтіп тұр екен. Ол мені көргенде бірден құшағына алды. Ештеңе сұрамады. Тек қатты қысып тұрды. Сол сәтте мен кішкентай қыз сияқты болдым. Бірақ бұл әлсіздік емес еді. Бұл тірі қалған адамның тынысы еді. Үйге жүр, деді ол. Үйге келген соң Айнұр жүгіріп шықты. Мені көріп, мойныма асылды. Анашым, деді ол. Сен қайда кеттің? Мен оны көтеріп алдым. Оның иісі, оның жылуы. Менің тірегім осы еді. Сол күні мен арыз жаздым. Қолым қалтырап тұрды. Бірақ әр сөзді анық жаздым. Қай жерде болды? Қалай болды? Кім соқты? Қанша рет? Қорыққанымды да жаздым. Ұялғанымды да жаздым. 5 жыл бойы үндемей келгенімді де жаздым. Тергеуші бәрін мұқият тыңдады. Бас изеді. Сұрақ қойды. Даусын көтермеді.
Менің сөзімді бөлмеді. Біз бұл істі қараймыз, деді ол. Осы сөз маған күш берді. Бір аптадан кейін мен сотқа ажырасу туралы арыз бердім. Құжаттарды дайындадым. Адвокат таптым. Жас әйел екен. Көз қарасы өткір. Сөзі нақты. Сізді оңайлықпен жібермейді, деді ол. Бірақ бізде дәлелдер бар. Дәлелдер бар еді. Камера жазбалары, ақша аударымдары, банктегі мәліметтер, жердің құжаттары, қызымның туу туралы куәлігі, жарақат туралы анықтама. Сот отырысы басталғанда жүрегім тағы да қатты соқты. Ернар қарсы бетте отырды. Басқа адам сияқты еді. Иығы түсіп кеткен. Көзі жерде. Жанара Төлеген қызы оның жанында отырды. Арқасы тік. Беті суық. Олардың адвокаты бірінші болып сөйледі. Менің қорғауымдағы әйел моральдық тұрғыдан тұрақсыз, деді ол. Ол күйеуіне сенімсіздік танытқан. Жанжал шығарған. Өзін-өзі жарақаттауы да мүмкін. Бұл сөздерді естігенде ішімді ретті. Бірақ мен үндемедім. Суреттер көрсетті. Бір кеште әріптесімен түскен фото. Жақын тұрғандай көрінетін. Бәрі бұрмаланған. Бұл оның опасыздығының дәлелі, деді адвокат. Менің адвокатым орнынан тұрды. Рұқсат болса, деді ол. Бізде басқа дәлелдер бар. Камера жазбасы қосылды. Залда үнсіздік орнады. Ернардың дауысы естілді. Анасына айтып отырған сөздері. Ақша туралы. Басқа әйел туралы. Жерді сату жоспары туралы. Жанара Төлеген қызының дауысы да анық шықты. Қызымды қалай атағаны. Менің табысымды қалай бөлгені. Қалай бақылағаны. Ернардың адвокаты үнсіз қалды. Судья сұрақтар қоя бастады. Ернар жауап беруге қиналды. Көзін көтере алмады. Бірде анасына қарады. Бірақ ол көмектесе алмады. Соңында жалған куә шақырылды. Ол бір ер адам еді. Даусы сенімсіз. Сұрақ көбейген сайын шатаса берді. Ақырында бәрін мойындады. Оған ақша төленгенін айтты. Залда сыбыр пайда болды. Судья үзіліс жариялады. Мен орындықта отырдым. Қолымда қағаздар. Бірақ ойымда бір ғана нәрсе бар еді. Айнұр. Үзілістен кейін шешім оқылды. Ажырасу бекітілді. Айнұрдың қамқорлығы маған берілді. Жер менің жеке меншігім деп танылды. Сот залынан шыққанда Жанара Төлеген қызының дауысын естідім. Әлі көрерміз, деді ол. Сен жалғыз қалай күн көресің? Мен артыма қарамадым. Мен жалғыз емес едім. Менде қызым бар еді. Менде өз өмірім бар еді. Сол күні мен алғаш рет еркін тыныстадым. Бірақ өмір бірден жеңіл болып кеткен жоқ. Алда тағы сынақтар бар еді. Дегенмен, мен енді қорықпайтын болдым. Өйткені мен шындықты таңдадым. Ал шындық кейде ауыр болса да, ол адамды құлата алмайды. Ол тек күшейтеді. Ажырасудан кейінгі алғашқы күндер тыныш көрінді. Тым тыныш. Үйде айқай жоқ. Үйде бөтен көзқарас жоқ. Үйде есеп дәптері жоқ. Бірақ осы тыныштықтың ішінде үйренбеген бір сезім бар еді. Бос кеңістік. Мен бұрын сол кеңістікті біреулердің талаптарымен, ережелерімен толтырып келген екенмін. Енді ол жоқ. Ал мен өзім қалдым. Анамның үйінде тұрдым. Уақытша ғана деп ойладым. Бірақ сол уақытша деген күндер мені қайта тірілтті. Таңертең өзім қалаған уақытта тұрдым. Қызымды өзімше ояттым. Оған асықпай таңғы ас дайындадым. Ешкім тексермеді. Ешкім сын айтпады. Айнұр өзгерді. Ол да тынышталды. Бұрын түнде жиі оянатын. Қазір ұйқысы тыныш. Таңертең күліп оянады. Маған қарап күлімдейді. Сол күлкі маған күш берді. Жұмысқа қайта шықтым. Алғашқы күні кеңсенің есігін ашқанда жүрегім қатты соқты. Бәрі мені бұрынғыдай қарсы алды. Ешкім аяған жоқ. Ешкім сұрамады. Бұл маған ұнады.
Bir haftadan keyin başım meni chaqirdi. Aygerim, dedi ol. Biz seni köpten beri baqlab жүрmiz. Sening жұмысыңda, sening шыдамдылығыңда, sening қабілетіңда. Biz саған жаңа ұсыныс жасағымыз келеді. Мен үнсіз тыңдадым. Маркетинг бөлімінің орынбасары болуға дайынсың ба? Деді ол. Сол сәтте менің көз алдыма соңғы 5 жыл келді. Таңғы 6. Үнсіздік, шаршау, қорқыныш, ал енді мына сұрақ тұр. Дайынмын, дедім. Жалақым артты. Жауапкершілігім артты. Бірақ мен енді өзімді жоғалтпадым. Себебі бұл жолы мен өзім үшін істедім. Жаңа пәтер таптым. Қаланың ортасына жақын. Үлкен емес. Бірақ жарық. Терезелері кең. Айнұрдың бөлмесі бар. Ас үйде күн түседі. Мен сол үйге алғаш кіргенде жылап жібердім. Мен бұл жаңалықтарға қуана алмадым. Мен тек бейтарап тыңдадым. Өйткені менің өмірім басқа бағытта еді. Айнұр балабақшаға барды. Достар тапты. Ән айтып үйренді. Кейде маған қарап. Анашым, сен әдемісің, дейтін. Мен күлетінмін. Бұл сөздерді бұрын ешкім айтпаған. Кешке үйде отырып, шай ішіп, терезеден қаланы қарайтынмын. Қаланың шамдары жанып тұрады. Адамдар өз өмірімен жүріп жатыр. Мен де солардың бірімін. Бірақ бұрынғыдай емес. Мен өзімді енді біреудің көлеңкесі ретінде емес, өз орнын тапқан адам ретінде сезіндім. Бір күні кешке жұмыс стелімді жинап отырып, сол алғашқы телефон қоңырауын есіме алдым. Суық дауыс. Айқай, ақша, қорқыту. Мен сол сәтте күлгенімді ойладым. Бұл күлкі менің жеңісім еді. Өйткені мен тірі қалдым. Мен сынбадым. Мен өзімді таптым. Ал алда соңғы бір кездесу бар екенін мен әлі білмедім. Сол кездесу өткеннің бәріне нүкте қоятынын сезбедім. Бірақ ол күн жақындап келе жатқан. Өте жақын еді. Ол күн жексенбіге түсті. Таң тыныш еді. Күн сәулесі перденің арасынан сығалап, еденге ұзын жолақ болып түсті. Айнұр үстелдің жанында отырып, түрлі түсті қарындаштармен сурет салып жатыр. Ол бірдеңені ыңылдап айтып қояды да, қайтадан суретіне үңіледі. Мен ас үйде шай құйып тұрғанмын. Сол сәтте телефон шырылдады. Бөгден өмір. Жүрегім шым етпеді. Қорқыныш болмады. Тек таныс бір сезім ғана пайда болды. Өткен өмірдің көлеңкесі сияқты. Тыңдап тұрмын, дедім. Трубканың ар жағында ауыр тыныс естілді. Айгерім, деді қарлығып шыққан дауыс. Бұл мен. Мен үндемедім. Ернар, деді ол бір сәттен кейін. Ол ауруханада жатыр. Жан сақтау бөлімінде. Мен ас үйдің терезесіне қарадым. Аспан ашық. Қала баяу оянып келеді. Біреу итін серуендетіп жүр. Біреу дүкенге бара жатыр. Өмір өз жолымен өтіп жатыр. Дәрігерлер ота керек дейді, деді ол. Ақша керек. Көп ақша. Мен тыныш тыңдадым. Айгерім, деді ол даусы дірілдеп. Ол бәрібір сенің қызыңның әкесі ғой. Иә, дедім. Әкесі. Сонда көмектеспейсің бе? Деді ол. Сенде мүмкіндік бар екенін білемін. Мен бір сәт ойланып қалдым. Бірақ бұл ой ауыр емес еді. Бұл бұрыннан пісіп жетілген шешім болатын. Мен ауруханаға барамын, дедім. Трубканың ар жағында тыныс жеңілдегендей болды. Рахмет, деді ол. Мен сені күтемін. Аурухана дәлізінде таныс иіс бар еді. Дәрі мен тазалықтың иісі. Адамдар үнсіз жүріп жатыр. Біреулер отыр. Біреулер жылап отыр. Бұл жер бәрін теңестіріп тастайды екен. Жанара Төлеген қызы орындықта отыр екен. Үстіндегі киімі ескі. Иығы түсіп кеткен. Шашы ретсіз жиналған. Ол мені көргенде орнынан атып тұрды. Айгерім, деді ол. Келдің бе? Мен басымды изедім. Дәрігерлер не дейді? Деп сұрадым.
Ауыр, деді ол. Басынан қатты жарақат алған. Бірақ тірі. Ота жасалды. Ақша туралы айттыңыз ба? Дедім. Ол көзін тайдырып әкетті. Ота жасалды, деді ол ақырын. Бірақ жағдайы, ол бұрынғыдай болмайды. Дәл сол сәтте дәрігер шықты. Жас емес. Көзінде шаршау бар. Туыстарсыздар ма? Деді ол. Иә, деді Жанара Төлеген қызы. Ота сәтті өтті, деді дәрігер. Бірақ миға зақым келген. Науқас тірі қалады. Бірақ толық қалпына келуі екіталай. Мүмкін, ұзақ уақыт бойы қозғала алмайды. Сөйлеуі де қиын болуы мүмкін. Жанара Төлеген қызы сол жерге отырып қалды. Қолы мен бетін басты. Иығы дірілдеп кетті. Мен үнсіз тұрдым. Қаражат мәселесі шешілді, деді дәрігер. Алаңдамаңыздар. Мен дәрігерге қарап басымды изедім. Мен бәрібір бір нәрсені білуге келдім, дедім. Жанара Төлеген қызы маған қарады. Көзінде үміттің соңғы шыққаны бар еді. Ай ерім, деді ол. Көмектес, мен бәрін қайтаруға дайынмын. Үйді де. Бәрін. Мен оның көзіне тура қарадым. Мен ақша бермеймін, дедім жай ғана. Бірақ мен көмектесемін. Қалай? Деді ол. Сіз жалғыз қалмайсыз, дедім. Бірақ мен бұл өмірге қайта кірмеймін. Бұл менің шекарам. Ол үнсіз қалды. Эрнарды кейін көрдім. Ол төсекте жатыр екен. Қозғалмайды, көздері ашық, бірақ бос. Мен оған ұзақ қарадым. Ішімде ашу да жоқ, өкініш те жоқ еді. Тек тыныштық. Мен кетемін, дедім ішімнен. Менің өмірім алда. Үйге қайтқанда Айнұр есіктің алдында күтіп тұр екен. Анашым, деді ол. Сен кешіктің. Иә, дедім. Бірақ мен келдім ғой. Оны құшағыма алдым. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Мен кешірдім. Бірақ ұмытқан жоқпын. Мен өткенді арқалап жүрмеймін. Мен алға қарай жүремін. Терезеден кешкі қалаға қарадым. Шамдар жанып тұр. Адамдар күліп жүр. Біреулер асығып барады.